Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сенебі көпшілік дүниеге жобасының кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгінгі біздің шығарылымның қонағы Әскербек Гүлім. Әскербек ханым, көңіліңіз қалай? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Жақсы, өте жақсы. Рахмет, біздің енді әуелгі дәрістер бойынша алғашқы сұрағымыз. Сенебі көпшілік дүниеге сөзін жалғастырып, осы сөзді ары қарай өз ойыңызбен толықтырсаңыз. Сенде бір кірпіш дүниеге кеттігін тапты әр қалайым дейді ғой. Ол сөзді менің түсінігімде әр адам бұл өмірге келгеннен кейін жеке тұлға болу үшін жаралған. Сол себепті өзін толықтай ашып, өзінің жүрек қалауымен бүкіл ойлаған арман мақсаттарына жетіп, бұл өмірде дара еш қайталанбас бір тұлға болып, осы тұрып жатқан жеріне, қоғамына үлесін қосу, осы сөздің сол деп ойлаймын астары. Жақсы, тамаша. Рахмет. Ендеше кезекті сұрағымыз, жақын болашақта жоспарыңыз қандай? Бірінші кезектегі жоспарым, өзімнің мамандығым бойынша мен архитектормын. Енді үлкендеу жобалар алғым келеді. Әлемдік, мемлекеттік деңгейдегі жобаларды алғым келеді. Одан кейінгі кезекте осы поэзия әлемін сол YouTube каналында көбірек қазақ тіліндегі видеоларды жүктеп, қазақ тілінде контент көбейтемін. Мінезіңізді 5 тіл сөзбен сипаттап берсеңіз? Ашық, патриот, еңбекшіл, мейірімді, қарапайым. Тамаша. Және де сізге жақсы нәтижеге әкелген ең жақсы кеңес қандай болды? Осы дәрежеге жету үшін. Әрекетке берекет. Сол сөз болды, иә? Және де 15 жылдан кейін сіз өзіңізді қалай елестетесіз, өміріңізді, өзіңіздің қоршаған ортаңызды? Осы сұрақты маған 11 сынып оқып жүргенде қойған еді мұғалімім. Мен сол кезде айтқан, өзімді бір үй сызып, бір жанталасып, бір проект жасап жүрген адам деп елестетемін деп. Қазір уже дәл сол елестетемін, әлі де сол жұмыспен жүрген, осылай жүрген адам елестетемін. Қандай балалық арманыңыз болды? Сол архитектор боламын деген, сол себепті қазірден армандағаным сол. Армандар алдамайды. Қасиеттеріңіздің қайсысы ең таңқалдырады? Шыбырлап қалған. Сізді әйтеуір бірдеңе істеп жүретін. Және пайдалы қасиетіңіздің өзіңізге? Өзіме деген. Қоршаған ортаға. Егер өзіме деген пайдалы қасиет болса, жоқ деп айта алуым кей адамдарға. Ал егер қоғамға деген пайдам болса, мүмкін мен мысалы бұрын ойлайтынмын, өлең ішінде керек жоқ деп. Не үшін оны оқимын деген сияқты сұрақтар болады. Одан кейін барып өлеңдерді оқып жүргенде кей адамдар, сіз менің жүрегімдегі сөздерді айтып жатырсыз, сізден кейін кішкене бір жігіт жазды, сүйген қызымды алып қашып кетті, соны сізден кейін кішкене есімді жидым. Сол кезде түсіндім өзімнің өлеңдерімнің адамдарға пайдасы бар. Сол нәрсені айтуға. Өміріңізде бір нәрсені үйрендіңіз бе? Қазіргі кезде жоқ. Сіз өзіңіз бақытты өзіңіз? Әрине. Сізде барлығын нөлден бастау деген ұғым болды ма? Иә, әрине. Нөл мен бірдің ортасында разница всегда бар да. Сол себепті мектептен шыққан кезде, үлкен өмірге аяқ басқан кезде сенде нөл болады ау барлығы. Сосын әлемдік кезеңнен бір байқап қалдым, сізде творчестволық кризис болып жатыр. Қандай кезеңде? Ол кезде болады. Мысалға, осы күздің аяғында болды, ешқандай өлең оқуға, ешқандай желание болмайды дейді ғой. Ешқандай ештеңеге зауқым соқпайды. Өлең оқымақ түгіл даже естігім келмейтін кездер болады. Содан кейін жазғым да келмейді, жұмыста істегім келмейді, сондай кезеңдер болып бір қатты жұмыстан шаршап, демалмай қалған кезде сондайлар болады. Сол кезеңде шыққан қосылды, иә? Ол кездерде, иә. Одан кейін, осындай болғаннан кейін бір әдемі өлеңдер туады. Өзіңізді қай атақтардан негізді? Салыстырасыз, өзіңізді қай атақтардан ұқсатасыз? Негізі өзімді ұқсатпайды екенмін, бірақ желіде Фариза Оңғарсыноваға сосын журналист Дана Төлепбергенге ұқсатып жатады, Дина Төлепберген. Ал өз басым
поэзия жағынан өзімді ешкімге ұқсатпаймын, бірақ архитектура жағына келгенде әлемдік деңгейдегі үздік 10 архитекторлардың ішіндегі бір Заха Хадид деген архитекторсы бар. Сол кісіге өте қатты еліктім. Жалпы өзіңіз соған еліктіңіз. Иә. Және де сіз 15 жастағы біреуді кездестіріп қалсаңыз, оған қандай кеңес берер едіңіз? Көбірек оқы, көбірек курстар ал деген. Мысалға қазіргі кезде мен мысалы байқасам, маған бір жобалар келеді, сол кезде білімімнің жетпей жатқанын түсінемін. Сол кезде мен айтатынмын, білім ақшаны аяғанша білім алуға керек. Сіз естіген ең дана ой? Ең дана ой. Мен естіген ең дана ой Абайдың қара сөзі бар. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген қолының бірі боласың, өзіңнің үшін еңбек қылсаң, ұлттаған хайуанның бірі боласың деген сөз бар еді сол. Сіз жатқандарға көзі Әрине, халық үшін жұмыстар жасау. Жалпы армандау жақсы әсет. Иә, мен үшін адам армандай білу де өнер деп санаймын. Армандай алмайтын адамдар бар. Сол себепті Абайдың сөзі бар ғой. Абайдікі емес өтірік айтамын, Мұқағалидікі. Болмасты да болады деп армандап деген. Одан кейін Абайдың да сөзі бар. Қазір айтам, есіме түспей тұр. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз деген. Сол себепті армандай білу керек, армандау керек. Ол арман ертең мақсатқа айналады, мақсат. Одан кейін уже сол арманға жеткен кезде мен уже жетіп қойдым ба деп отырады адам өзі әрекет жасау арқылы. Дұрыс табармандау керек. Дұрыс табармандау керек. Иә, бірден андай үлкен арман емес, дұрыс армандау. Жақсы. Сізге айтылған ең оғаш комментарий қандай? Ең оғаш? Маған ең оғаш әлі де айтылады, мұрының неге қызыл деген. Көп айтылады сол. Сол мына оғаш. Әр адамға қандай үш кітапты оқуға насихат берер едіңіз? Бірінші кезек Абайдың қара сөздері, екінші Кемел адам, қазір шығып жатыр, өте керек кітап. Одан кейін енді әркімдікі, әр адамның өзінің сүйіп оқитын ақыны бар шығар, менікі Мұқағали және Қадыр Мырза еді. Солардың жыр кітаптарын оқысам болады. Және де оқымау, мысалға басқа елдер мақтап жүрген кітаптар, сізге ұнамаған кітап бар ма? Бүкіл әлем таң қалды. Анау, білмеймін енді оны былтыр жастардың арасында танымал болып кетті, пофигизм деген кітап. Сол кітап маған ұнаған жоқ. Жалпы кітап туралы әңгіме болып жатыр ғой. Сізге кітап жазсаңыз, оның атауы қандай болады? Оны мен ойланғанша. Менікі енді жыр кітап болатын шығар. Бір кейде ойлаймын, бір сандырақ деген сөз бола ма арасында деп те ойлаймын. Енді әртүрлі ойлаймын, әлі шешкен жоқпын ол нәрсені ше. Жалпы нақты атауын таппай жүрсің. Жалпы кітап жазу ойыңызда бар ма? Бар. 30 или 40 жастан кейін шығар. Бұйырсын сіздің кітапты оқуға. Сізге берілген ең қызықты ерекше сыйлықтар қандай? Ең қызық, ерекше. Қарақалпақстаннан ұлттық тақиясы келген. Сол сыйлық ерекше болды. Жақсы, сосын сіздің жалпы ұстаныңызға қайшы келген әрекет жасадыңыз ба? Өзім бе? Иә. Ұстаныңызға қайшы келген әрекет жасап көрдіңіз бе? Жоқ, жасап көрдім. Жоқ, жасап көргенмін. Бір рет енді архитектура деген мамандықты білесіңдер ғой, ол жерде үйдің сызбалары, осындай мектептің сызбалары, ана жерде ойнап жатқан ойын алаңның сызбаларын сызамыз да. Маған Алматы қаласынан ойын алаңы келді, бүйтіп скейтбордқа ішінетін. Соның сазы салып болғаннан кейін маған әкімшілік айтты, алдыңдарымен алып таста деді. Ол жердегі норма бойынша алып тастауға болмайды, себебі сырғана келетін адам тоқтауы керек та соған шығып. Сонымен мен алып тастай алмаймын, ол келмейді деп едім. Ол жерде сіз шешпейсіз, ақша шешеді деді. Сонымен алғыс бастаған едім. Сол жобада мысалы өзіме ұнамайтын нәрсені жасадым. Негізі сапалы дүние жасау керек та. Ол нәрсе маған ұнаған жоқ деп едім. Өзіңізге айтылғансында қалай қабылдайсыз? Бастапқыда енді шығып келе жатқанда әлеуметтік желіге танымал болып энергиямды жаман алатын, кәдімгі настроениемді ортатын ана жердегі сондай комментарийлер бар да, жақсы комментарийлер көп әрине. Одан кейін сынды қабылдап, жай ғана өткізіп жіберуді, керек сынды қабылдап,
қазір өте жақсы қабылдайды. Егер танымал адам болмаса осы салада жүрген адам сын айтып жатса қабылдайды. Егер ешқандай жай ғана саясатында ештеңе жоқ адам жазып жатса қабылдамайды екен. Әркімнің пікірі, иә. Және де қандай батылдық жетпейді? Маған ба? Менде әлі де қалай айтсам болады, көпшілік ортаға әлі өзім үйрете қойған жоқ. Мен мектеп кезінде шығып жүрдім, сахнаға одан кейін шықпайды. Мектеп кезінде бір 2-3 рет қана шыққан шығармын. Әлі де көпшілік алдына шыққан кезде кішкене қорқып. Жалпы ел президенттен не сұрайды? Қойдықтарға? Шыншыл болсын деп, басқа ештеңе әділ патша болған дұрыс. Әр адам өмірінде бір рет болса да не істеу керек деп ойлайсыз? Бір рет болса да рисковать сюда ету керек қой, бірақ бір рет болса да жасау керек дүниелер көп қой. Шетел көру керек, ел аралау керек, оқу керек. Бір нәрсе, білмеймін енді, көп нәрсе істеу керек. Міндетті түрде жасау керек бір нәрсе. Ең үлкен рисктарға бару керек сияқты, ол қауіпті болса да ше. Сол деп ойлаймын. Рискіға кету жақсы нәрсе деп ойлаймын. Жетістікке жету сәттілік пе, әлде өзің жұмыс істеу керек? Негізі сәттілік бақша болмай папша болмайды. Сәттілік те бар, әрекет те бар. Мысалы, Нұрлан Қоянбаевтың сөзі бар ғой, мен осы уақытқа дейін мені киноға түсіре ме деп күттім деп. Содан кейін ешкім шақырмайтынын түсіндім де өзім кино түсірейін деп шештім деп. Сол себепті әр адамдық енді біреуге жай ғана жүрген кезінде аяқ астынан танымал болып кетуі мүмкін, біреуге көп әрекет жасағаннан кейін бірақ танымал болуы мүмкін. Ол уже әр адамға әртүрлі келетін дүние. Сол себепті ода 50-50 деп айтамын ол нәрсеге. Жалпы сіз біздің осы оқуды жетістікке жеткен адамдар бірі ретінде санаймысыздар, әлеуметтік желі. Сізге не әсер етті? Әрекет па, жоқ? Әрекет деп ойлаймын, себебі мен 2016-дан бері ойлаймын. Мен оны тастаған емеспін, ол менімен бірге. Мен өлеңді тастасам, мен өлеңмен тастамапты. Әркез тыңдап жүремін, басқа тыңдап. Анна Егоян, мен Ресей халқының тоже оқып жүретін адамы, ол кісінде көп тыңдаймын, жұмыста отырғанда да тыңдап отырамын. Одан кейін Мұқағали Мақатаевтың «Бұл ғасырдан емеспін» деген киносын көрген. Олардың барлығы адамға шабыт сыйлайды да сол нәрселер. Мен өз басым өлеңмен ауыратын адам болған соң, ол нәрсені бүкілін көремін, ол нәрселер маған шабыт береді, ол нәрселер маған характер қалай ұстау керектігін, өлеңді қалай жеткізу керектігін әрқайсысы әртүрлі тактика береді да. Сол себепті бұның бәрі сол кезден басталған дүние деп ойлаймын. Енді осы жыл ғана ғой, менде бір жыл көремін деп ол танымал болып жатқаным. Сол оғанға дейінгі алдыңғы нелер сәтсіз қаншама өлеңдер бар шыққан, салынып қайтадан өшіріп тасталған. Сол себепті ол нәрсе әрекет деп ойлаймын. Енді бақытты шығар. Сізге соңғы сұрағымыз, сіз жалпы екі бірдей мамандықтың екі бірдей мамандықтар жасайсыз, екі бірдей жоқ. Сіздің сол екі бірдей мамандықтан екеуі ұштастырып қоғамға қалай пайдаңызды тигізе аласыз? Бірінші кезекте менің екеуінен тапқан ортақ әңгімем архитектура мен өлеңдегі ортақ дүние екеуінен де ұйқастықты істеу. Архитектурада да мысалға мына қолдың ана стенаға ұйқаса білуі деген сияқты дүниелерді іздеу керекпін да. Ал өлеңде ол жерде сөздің ұйқасын табу. Екеуіндегі сол нәрсе ортақта. Ал бірақ екеуінің маған керек себебі архитектура технический мамандықта. Ол жерде баспен жұмыс істейсің, толықтай ол жерде жүректің қажеті жоқ та. Ал енді толықтай технический жағына кетіп қалмасым үшін көмектесетін осы поэзия. Толықтай поэзияға кетіп қиялдан кетпес үшін көмектесетін архитектура. Маған бұл екеуі де керек. Архитектурадан үй салып, енді үй бастайын деп жатқан адамдарға көмегім. Ал поэзиядан мен тілге үлес қосам деп білемін. Одан кейін әр адамның жүректегі сөзін қозғаймын деп. Соларды пайда деп білемін. Адамдарға қосқан үлес. Рахмет. Және де сіз дикцияңызды білеміз, біз өзімізді көреміз. Сол дикцияңызбен Абайдың бір өлеңін оқып берсеңіз. Қазір ма? Абайдың бір әдемі өлеңі бар. Мен көрдім ұзын қайың құлағанын дейді. Мен көрдім ұзын қайың құлаған.
бас ұрып қара жерге сұлағанын, жапырағы сарғайып өлімсіреп, байғұстың кім тыңдайды жылағанын. Мен көрдім, ойнап жүрген қызыл киіп, кеудесіне мылтықтың оғы тиіп, қаңсырап, қанжыраған қабақ түскен, кімге батар ол байғұс тартқан күйік. Мен көрдім, сынық қанат көбелекті, олдағы біледі өмір іздемекті, күн шуаққа жылынар қалт-құлт етіп, одан ғибрат алар жан бір бөлекті. Мен көрдім, ғашық жаннан уәдесіздік, өмірдің қызығынан күдер үздік, жылы жүрек суыты сызат түсті, шықпаған шыбын жанмен күн өткіздік. Мен көрдім, дүние деген иттің көтін, жеп жүр ғой біреудің біреу етін, ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда, көбінің сырты бүтін, іші түтін. Рахмет, ханым, сізге келіп осылай сұхбат беріп жатқаныңызға, сізге шығармашылық табыстар тілейміз, әлде жазарыңыз, оқырыңыз, сызарыңыз көп болсын дейміз. Әулин айтқаныңыз келсін. Жақсы, құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Гүлім Әскербек, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.